Қайырлы күн көрермен, ұлыстың ұлы күні әз Наурыз мерекесі құтты болсын. Биылғы Наурыз думанның ауқымы кең. Төле би көшесі Абай даңғылынан Желтоқсан көшесіне дейін жабылды. Киіз үйлер, ұлттық ойындар, ұлттық тағамдар жәрмеңкесі, гала концерт барлығы осында. Ал біз бүгін мұнда қандайда бір себептермен келе алмай қалған, келіп қайтып кетуге тура келген жандар үшін арнайы обзор түсіретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бастаймыз. Желтоқсан көшесіне кірген бойда бізді әртүрлі тағамдардың жәрмеңкесі күтіп алды. Мұнда ұлттық тағамдар, көше тағамдары, сусындар, бауырсақ, наурыз көже барлығы осында. Тағамдардың иісі мұрынды жарып бара жатыр. Орада саған адамдар қиналып қалды оқшамасы. Желтоқсан көшесінен кірген бойда жәрмеңке, ал жәрмеңкеге қарама-қарсы бізде ұлттық спорт түрлерінен ойындар ойнатылып жатыр. Көз алдарыңызда балалар, ұлттық спорттың неше түрін ойнап жатыр. Мұнда таныс түрлер. Сұрап білейік. Алиш, ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Жақсы, шүкір өздеріңіз. Бүгінгі ұлттық спорт ойындары қалай өтіп жатыр? Жақсы өтіп жатыр. Азан сағат 10-нан бастап ұлттық спорт түрлерінен жарыстар өткізіліп жатыр. Атап айтатын болсақ, қазақ күресінен ана жақта өтіп жатыр. Одан кейін міне алаңда 9-құмалақ, гір тасын көтеру, одан кейін арм рестлинг, асық ату. Одан кейін мерген деген бар, алыстан асық ататын. Сол спорт түрлерінен жарыстар ұйымдастырылуда. Енді бұл жерде халықты тарту үшін бір қандай да бір сыйақылар, приздар бірдеңелер бар ма? Иә. Барлық қатысқан қала тұрғындарына, яғни жеңімпаз жүлдегер атанғандардың барлығына басқарма тарапынан дипломдар және де ақшалай, қаржылай сыйақылар қарастырылған. Керемет, келіп қатысып осы жерден жүлдегер болған болсаңыздар, құттықтаймыз. Біз жалғастырамыз, кеттік. Жақсы, Алиш. Жақсы. Не болып отыр? Показатель. Біз әлі спорт аймағында жүрміз. Мұнда арқан тарту және осындай батырлармен фотозона жасап қойыпты. Қалай батырлармен батыр болып тұрмын ба? Білесіздер, мен Наурыз мейрамында маған бір ұнайтын дүние, ол барлығы ұлттық киімде, ұлттық салт дәстүрмен бір ұлттық колориттің иісін аңқып тұрады. Қандай тамаша, Әпке, саламатсыз ба? Саламатсыздар. Бүгінгі Наурыз мейрамың құтты болсын. Өзіңізден бір ақ тілек болса. Бірге болсын. Құрметті Жамбыл облысының тұрғындары, Тараз қаласының тұрғындары, ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекеміз құтты болсын. Баршаңызға ақ мол болсын деймін. Отбасыларыңызға тек қана ырыс ынтымақ, бақыт тілеймін. Жұмыста табысты болыңыздар. Қазақстанымыз өркендей берсін. Құтты болсын мереке Тараз халқы. Жақсы, рахмет әпке. Сау болыңыздар, сіздерге де құтты болсын тағы да. Кеттік. Орталық алаңда дем арасында адам көбейіп кетті, ал біз болсақ аяңдап басып киіз үйлер қалашығына келдік. Бір қызық информация айтайын ба, бұндағы киіз үйлердің барлығы әртүрлі тематикада соғылған екен. Мысалы, мынау шеберлер үйі. Бұл жерде не көрсетеді екен, бірге кіріп көрейік. Кеттік. Саламатсыздар апа, қалайсыздар? Наурыз мерекесі құтты болсын. Рахмет. Бұл не киіз үй? Қандай киіз үй? Бұл Жамбыл облысы қоғамдық бірлестігі, Қолөнер Тараз деген қоғамдық бірлестік, шеберлердің бірлестігі. Бізде өздеріңіз білесіздер, біздің қала бүкіл дүниежүзілік қаласына 56-шы қала болып, жүн бұйымдарымен кірген. Осы жерде көріп отырғандарыңыз жаңағы 90% жүннен жасалған бұйымдар. Біз енді біздің мақсатымыз, өзімнің мақсатым осы біздің жастарға осы білгенімізді беріп кетсек дейміз. Өйткені халықтың халық болып қалу үшін, еліміздің ел болып қалу үшін жеріміз, тілімізбен қоса өзіміздің салт дәстүр өнеріміз өте керекті нәрсе. Сіздің артыңызда неше түрлі бөріктер киіп көріп тұрмын. Тақиялар. Біреуін киіп көрсем бола ма? Болады. Бір бөрікті киіп көрейікші. Қалай, жарасып тұр ма? Жарасты. Біз ендеше жалғастырамыз. Кеттік. Рахмет әпке. Тамаша, ою өрнек. Қашанда мода да болса екен. Кеттік. Білесіздер ғой, Наурыз негізі тек қана қазақтың емес, жалпы түркі әлемінің мейрамы ғой. Мұндағы атмосфераны қараңыздаршы. Қандай керемет, Бүгін мына Наурыз мейрамы бүткіл мұсылман халқының мейрамы. Наурыз мейрам құтты болсын. Әркім үйіне бақыт, жақсылық әкелсін дейміз. Бәріміз осында ойнап, күліп келесі мейрамға жете берейік.
аспанымыз ашық, еліміз тыныш болсын. Бәріңе денсаулық. Менде көлеңкеде қысқа ғана демалыс. Білесіздер ме, бір қуантарлық нәрсе бар ше? Байқағаным, бізде бүгінгі Наурыз думанында көбісі қатысушылар болсын, қонақтар болсын, жастар, кішкентай балалар өте көп. Барлық ұлттық киімде, бұл енді бір ұлттық дәстүріміздің жаңғырып келе жатқанын білдіретін шығар. Мүмкін. Біз енді асықпай орталық алаңға келдік. Мұнда Наурыз думанның басты шарасы мерекелік концерт басталды. Көріп тұрғандарыңыздай үлкен сахна, халық лық толы, көңілге керемет. Наурыз мерекесіне келіп, бала шағамды алып келіп, тамаша мейрам өтіп жатыр. Наурыз құтты болсын, ұлыстың ұлы күні, ақ мол болсын. Дастарханымызға тек қана осындай қуаныштар бола берсін. Енді осындай мерекелер бола берсін жылдан жылға. Аспанымыз ашық, заманымыз тыныш болсын. Тәуелсіздік және өзің тынысын. Байқадыңыздар ма? Осындай ауқымды шараның жүргізушілері де ауқымды болып тұр ғой. Сәнге бөлеп. Ғалымжан Кеншілік пен Гүлнұр Оразметова. Шара басталды. Құрметті Тараз жұртшылығын шын жүректен Наурыз мерекесімен құттықтаймыз. Ұлыс оң болсын дейміз, ақ мол болсын. Жаңа жылымыз тек қана қуанышты жаңалықтарға, қызыққа толы сәттерге толы болғай. Киелі Жамбыл өңірін, Тараз өңірін, Тараз шаһарының тұрғындарын шын жүректен құттықтаймын. Аман болыңыздар. Жаңа жыл Наурыз құтты болсын. Шара ауқымды сөз жоқ, жігіттер квартеті, қоңыр тобы, бірақ аңыздардың аңызы да осында жүр. Қасиетті Тараз триосы. Ағалар, ассалаумағалейкум. Мереке құтты болсын, өздеріңізден бір құттықтау тілек болса. Құрметті тараздықтар, бүгінгі әз Наурыз мерекеміз құтты болсын. Халқымыз тыныш, еліміз аман болсын. Мереке құтты болсын. Оразамыз берік болсын. Құтты болсын. Рахмет ағалар, бірге болсын. Құтты болсын мереке тағы да. Кеттік. Наурыз думан, Наурыз той. Біз осымен барынша Тараз қаласының орталығында өтіп жатқан ұлан асыр Наурыз думанды сіздерге таныстырып шығуға тырыстық. Наурыздан Наурызға аман есен жете берейік, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын.